Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы қалай дамыды? Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасы қалай дамыды? Сұрақтарға жауап іздейік. Қазақстан халықаралық қауымдастық толық мойындаған тәуелсіз мемлекет. Еліміз ең алдымен жақын көршілермен, Орталық Азияның жаңа тәуелсіз мемлекеттермен, бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған республикалармен және таяу, орта, шығыс және батыс елдерімен берік достық қатынас орнатқан. Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы қалай дамыды? 2000 жылы 25 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путиннің кездесуінде екі жақты қарым-қатынасты жетілдіре түсуге мән берілді. 2000 жылы 10 қазанда Астанада өткен саммитте кеден одағына қатысушы мемлекет басшылары Еуразиялық экономикалық қауымдастық құратындары туралы мәлімдеп, келісім шартқа қол қойды. 2002 жылы желтоқсанда Қазақстан екі жақты деңгейдегі тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберіндегі елдер қауіпсіздігінің интеграциялануының басты кепілі болатыны атап көрсетілді. 2003 жылы Қазақстан, Беларусь, Ресей, Украинамен біртұтас экономикалық кеңістік құру туралы келісімге келді. Бірлестіктің басты мақсаты капиталдың, технологиялардың еркін айналып, әскерлік ахуал туғызуды қамтамасыз ету. 2003 жылы Ресейдегі Қазақстан жылы, 2004 жылы Қазақстандағы Ресей жылы мемлекеттік деңгейде аталып өтті. 2007 жылы 6 қазанда Еуразиялық экономикалық қауымдастығы елдерінің саммитінде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері кеден одағын құратындары туралы мәлімдеме қабылдады. Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасы қалай дамыды? 1992 жылы тамызда Қазақстан Республикасының президентінің оңтүстік шығыстағы үлкен көрші мемлекет Қытай Халық Республикасына барған алғашқы сапарынан бастап, аспан асты елімен барлық байланыс жолдарын ашудың сәті түсті. 1997 жылы 25 қыркүйекте Алматыда өткен Қазақстан және Қытай делегациялары арасындағы келіссөз барысында Батыс Қазақстан мен Батыс Қытайды жалғастыратын мұнай құбырына Қытай Халық Республикасы тарапынан $9,5 миллиард жұмсалатыны жөніндегі шартқа қол қойылды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай мемлекетіне 2002-2007 жылдарда 4 рет ресми сапармен барып, маңызды құжаттарға қол қойды. Ең маңыздысы Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы тату көршілік, достық және ынтымақтастық туралы шарт. Екі арадағы сауда-экономикалық байланыстар жылдан жылға артып, 2008 жылы оның көлемі 8 миллиард ақш долларын құрады. Жалпы соңғы жылдары Қытай Халық Республикасы басшыларымен өзара кездесу, келіссөздер жүргізу еліміздің сыртқы саясатындағы тұрақты құбылысқа айналды.